Мынау Алматы қаласы. Бұл қала Қазақстанның ең ірі мәдени және табиғи орталықтарының бірі. Алматы өзінің әсем табиғатымен, таза ауасымен және көркем таулармен танымал. Мұнда қала мен табиғат ерекше үйлесім тапқан. Алматының оңтүстігінде Іле Алатауы орналасқан. Бұл биік таулар қаланы суық желден қорғап, ерекше климат қалыптастырады. Таулардан бастау алатын өзендер қала тұрғындарын таза сумен қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, бұл жер туризм мен демалыс үшін өте қолайлы. Шарын шатқалы табиғаттың сирек кездесетін ғажайыптарының бірі. Ол шамамен 12 миллион жыл бұрын пайда болған деп есептеледі. Шатқалдың ұзындығы 150 шақырымға жуық. Оның ерекше пішіндері мен қызыл жартастары адамдарды таңғалдырады. Көлсай көлдері Қазақстандағы ең көрікті көлдердің бірі. Олар таулы аймақта орналасқан және 3 көлден тұрады. Бұл көлдердің суы өте таза әрі салқын. Мұнда көптеген балық түрлері тіршілік етеді және туристер жиі келеді. Алматы апорт алмасымен әйгілі. Апорт өте ірі, шырынды әрі хош иісті алма. Ол Қазақстанның табиғи бренді болып саналады. Сарыарқа даласы Қазақстанның орталық бөлігін алып жатқан кең аймақ. Бұл өңірде Астана, Қарағанды және Павлодар сияқты маңызды қалалар орналасқан. Дала климаты қатал болғанымен, табиғаты ерекше әдемі. Бұл аймақта жел жиі соғады. Жел энергиясын пайдалану болашақ үшін маңызды бағыттардың бірі. Қазақстанда жел электр станциялары салынып жатыр. Қарағанды өңірі көмірге бай. Көмір ежелгі өсімдіктердің қалдықтарынан миллиондаған жылдар бойы қалыптасқан табиғи ресурс. Ол электр энергиясын өндіруде маңызды рөл атқарады. Қазақстанда күн энергиясын пайдалану да дамып келеді. Күн сәулесі сарқылмайтын және экологиялық таза энергия көзі. Күн панельдері арқылы электр энергиясын алуға болады. Су энергиясы ең тиімді және таза энергия түрлерінің бірі. Қазақстанда көптеген өзендер бар. Солар арқылы су электр станциялары жұмыс істейді және халықты энергиямен қамтамасыз етеді. Каспий теңізі Қазақстанның батысындағы ең үлкен су айдыны. Ол әлемдегі ең ірі тұйық көл болып саналады. Каспийде бекіре сияқты бағалы балық түрлері кездеседі. Сонымен қатар, бұл өңірде мұнай қоры өте көп. Мұнай Қазақстан экономикасының маңызды бөлігі. Ол өндіріс, көлік және басқа да салаларда кеңінен қолданылады. Алтай таулары Қазақстанның шығысындағы табиғаты бай аймақ. Мұнда қалың ормандар, өзендер және сирек кездесетін жануарлар бар. Бұл өңір биологиялық әртүрлілігімен ерекшеленеді. Мен Алтай тауымын. Мен табиғаттың байлығын сақтап тұрған қасиетті мекенмін. Мен адамдарға сұлулық пен тыныштық сыйлаймын. Мынау Шымкент қаласы, Қазақстанның ірі қалаларының бірі. Оның символы қызғалдақ гүлі. Қазақстан қызғалдақтың отаны болып саналады, ал көктемде дала түрлі түске боялады. Қаратау жотасы пайдалы қазбаларға бай. Бұл аймақ геологиялық тұрғыдан өте маңызды және табиғаттың тарихын сақтап тұр. Балқаш көлі ерекше табиғи нысан. Оның бір бөлігі тұсы, ал екінші бөлігі тұзды. Бұл құбылыс әлемде сирек кездеседі. Қазақстан табиғаты бай және алуан түрлі ел. Бірақ табиғи ресурстарды дұрыс пайдалану өте маңызды. Табиғатты қорғау әр адамның міндеті. Болашақ ұрпақ үшін қоршаған ортаны таза сақтайық. Сондықтан, болашақ үшін табиғатты аялау әр қайсымыздың міндетіміз. Қоршаған ортаны бірге қорғайық.